Иттің кешкі тамағы. Куэдела, Экватор. Хозе Тубинамба лашығынан шығып, күнде еңбек істеп жүрген, өзіне әбден таныс аңғарға қарай жүргенде ай көтеріліп қалған еді. Ымырт үйіріліп, түн пердесі тауларды қымтап келеді. Алаураған аспан құзар шыңдардың басына ілініп қалған. Жыл бойы бұлт бүркеніп жататын жұмбақ шыңдар тым-тым айбынды көрінеді. Көз ұшындағы аспан жиегі көк бояуға малынып, алтын күннің шоласына шомылған, ашық аспандай өте әсерлі көрініс қалыптастырған. Тек көкжиектен буалдырланып, андыздай көтерілген қызғылт бұлттар көрінеді. Айнұры әлемге тың тірлік бағыштаған іспетті. Барлығы да күміс жалатқандай жылтылдай қалыпты. Хозе Тубинамба күркеден бірнеше адым ұзамай жатып қайтып келіп, кесек таспен күркенің есігін сыртынан мақтап түреп қойды. Күркенің ішінде оның 3 жастағы қызы Мики мен оның 5 жастағы ағасы Сантос алақандай тулақтың үстінде тәтті ұйқыда жатқан болатын. Микиді ойлағанда Индиан өзін тежей алмай күліп жіберді. Баланың денесі қап-қара жылтыр, жаңа ғана пысқан ірімшіктей сүйкімдеді. Тубинамба есікті мақтап тіреп қойып жолға түсті. Ойбай-ай, ол тоңғанынан түтіреп, кебенегін дереу қаусырынып алды. Ол айналасына қарап еді, табиғат дүниесі өзді-өзімен сыбырласып, мұны елемегендей сезілді. Сүттей жарық айлы түн барлық тілде сөйлеп жатыр. Тек елеусіз куачуа тілінде, яғни Тубинамба сөйлей білетін испан тілі араласқан жергілікті тілде сөйлемейді. Ол тоңғаннан тағы да «Ойбай-ай» деп қалтырады. Аңғарға жеткеннен кейін ол әуелі беткеймен еңкейе тартты. Аздан соң қайтадан өрлей шықты. «Хәй!» деп айғай салып, өрлеп шыққан ол атқан оқтай шеберлікпен тік секірді. Бір мезет оның бүкіл денесі ешбір тірексіз аспақталып тұрды. Ол үйінен онша алыстамай тұра қалды. Әлдеқайдан қозының құлақ тұндыра маңыраған дауысын естіп төңірегіне тінте қарады. Ақыры тауып алды. Әне, анау құмды төбенің етегінде бұлдыраған қоңыр қой арлы-берлі жүгіріп жүр екен. Тубинамба біле қойды. Күндіз Сантос бұған ілесіп қой баққан кезде бір саулық қораның сыртында қалып еді, тауып әкелуді ұмытып кеткен екен, дұрыс дәл өзі. Ол қатты сасып қалып, дереу құмды төбеге қарай жүгірді. Өзінің амандығымен санаспай, екетегі желмен желбіреп, тау жолында зымырап келеді. Аяғындағы кендір шақайдың табаны жерге сарт-сарт тиеді. Ол жүгіріп бара жатып ойға батты. Дәл қазіргі оның сасқалақтаған күйін тілмен бейнелеу қиын. Миынан түтін шыққандай, көңілі аласапыран болып кетті. Қожайыннан қорыққанынан құмтөбеге жеткенше тоқтамай жан ұшыра жүгірді. Ойпырмай, қой күзеткен ит, мына саулықтың дауысын естісе арсылдап қоя берер еді деп ойлады Тубинамба. Өйтетін болса, үрей ұшқан қой да тоқтамай маңырайды. Сонан қожайын да мұны естиді. Ойлап осыраға келгенде Индиан басына төніп келе жатқан қорқынышты жазаны болжап үлгірді. Сүлікпесін шығарып сабайды. Шалғайдағы Аңыз-таулы өңіріне жер аударады. Жер астындағы күкірткенде азап еңбекке шегеді. Ол араның топырақ қабаты бос болғандықтан үнемі кен түсіп кетіп, кеншілерді басып қалып жататын. Не болса да жазадан құтыла алмайтын болды. Әйелі Шаска әлі де сарайда қожайынның қасындағы күңі болып жүргенімен түкке септігі тимейді. Бейшара Шаска амалсыздан емшектегі қызын мейірбан, бірақ орашолақ күйеуінің қарауына қалдырып, әр күні түнде қожайынның зауығын басып, оның Индиан әйелдің шымыр тәнін қалағанынша аяқ істететін ойыншығы болып жүрсе де, оның түкке септігі болмайды. Егер Бенсадор арсылдай жөнелсе, бірақ Бенсадор үрген жоқ. Әсілі ол шаршаса керек, ұйықтап қалған сияқты. Болмаса ол күндегісінше ашықты да, аңғардың алыс түкпіріне жеміздеп кетті. Бірақ бұл тым ғажап болды. Не болғанын кім біледі? Шапағатты тәңірім. Тубинамба ақыры бөлініп қалған саулықтың қасына жетіп барып, үркітіп алмайын деп, ақырын ғана бас салып ұстап алды. Іле-шала оны қотан қалып барды. Индиан дыбырын шығармай қораға таяп барып, «Үшу, Бенсадор,
үшеу деп итін шақырды. Бірақ Бенсадор мұнда жоқ болып шықты. Ол өзінің міндетінен қашқан сияқты. Тубинамба ит қайтып келгенше осында қала тұруды жөн көрді. Қазір басқа іс істеуге келмейді, ол қойды тастап кетсе болмайтын еді. Индиан тақасызданып кішкентай қызын есін алды. Бәлкім ол оянып алып ағасының қасында жылап отырған шығар. Бірақ мына қоралы қойды, мына саулықтарды қайтсе болар екен. 1 сағатта әрең өткізді. Бенсадор қайтып келді. Ол өзі сидиған ұзын, қушиған, кір-кір ит еді. Бейнесінен жауыздығы шығып тұратын. Тубинамба итке қарсы жүрді. Осы кезде ит аузына тістеген нәрсесін мұның аяғасына тастай салды да, құйрығын бұтына қысып, қойлардың арасына кіріп, есінен тайсай берді. Сүттей жарғай нұрында Индиан Бенсадордың аузынан қалған нәрсенің Микидің күрең түсті жаялығы мен қаны сорғалаған бір білегі екенін көрді.